Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен шоколадты тарт дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: 1 жұмыртқа, 30 грамм сүт, 40 грамм құмшекер, шымшым тұз, 100 грамм май, 200 грамм ұн қажет. Сары майымыз бөлме температурасында болу қажет. Ыдысымызға майымызды салып, үстінен құмшекерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң үстіне сүтімізді құямыз, араластырамыз. Үстіне жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Біркелкі масса шығу қажет. Одан соң шымшым тұзымызды салып, араластырамыз. Ұнымызды қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Енді бізде бетіне шоколад 100 грамм, 2 жұмыртқа, 80 грамм сүт, 40 грамм құмшекер, 1 чайный ложка ванилин, 160 грамм сливки қажет. Ең алдымен ыдысымызға 160 грамм сливкимізді құйып аламыз. Орташа отта газге қоямыз. Үстінен сүтімізді құямыз. Құмшекерімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Құмшекеріміз еру қажет. Одан соң үстіне ванилинімізді саламыз. Араластырамыз. Қазақстан шоколадымызды саламыз. Араластырып тұру керек. Асты күйіп кетуі мүмкін. Шоколадымызды жақсылап ертіп аламыз. Одан соң ыдысқа құйып суытып аламыз. Қамырымызды домалақ етіп жайып, формамызға орналастырамыз. Менде 220 диаметрі. Үстінен вилкамен басамыз. Жан жағында басып, шоколадымыз ақып кетпеу үшін басып қоямыз. Қызып тұрған пеште 250 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Шоколадымыз суыған соң үстінен 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз пісіп шықты. Енді үстінен құямыз. Қызып тұрған пешімізде 20 минут 160 градуста пісіріп аламыз. Мен бетіне мандарин, апельсин мен безендірейін деп жатырмын. Бізде осындай болып піседі. Осындай тесік-тесіктер шыққан кезде пісті деген сөз. Жұмсақ. Өте дәмді. Бізде осындай шоколадты тарт дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Любой смайликпен бағасын беріп кетіңіздер.